Азияда түсіру керек болды. Негізі Қазақстанда ең крупный ойын Азия ғой енді. Көп ақша кететін. Сөйтіп класстасымның, короче, сұраймын енді қандай бұл Азия. Біз Белка білеміз, Құзырет. Азия білмеймін өзім. Сөйтіп ол түсіндіріп отты ғой біраз уақытша. Нандай тұзғыр өліс старший болады, ойната білу керек онда бір нәрседі. Бір кезде ығыр шықты ғананша. Тамыр 5000 теңгең бар ма деді ғой. Бар дедім, короче. Сөйтті. Гаражға бардық ауылда. Барсақ, Азия қайнап жатыр ғана жерде. Сөйтіп, ойнап отырдым да, түсініп алу үшін 5000 теңге ұтылып қалдым, короче. Басталды ол маяқта іште ше. Қайтарып аламын деп. Сет ұстап тұр ма? 3000 берші деп ше. Беш деп ше. Өзі соған қарсы кино түсірем деп ойнап отырсың. Сол информация білу керек деп, действительно мәжіп кетіп ана жерде есімдей ұтылып қалған. Сөйтіп басында түсінбейтінмін ғой, поляға, білесіз ғой ауылда, поля болады, поляға ерте барып алады балдар. Азия ойнап отырады, Құзырайт ойнап отырады. Бір кезде класстастарым қатты боқтасып жатыр ғой. Шешеңнің бір нәрсе барып қалсам, темный 10 теңге қоймаған ана қырылғысы бар. Мен ақ бересің, 100 теңге берейші десем, жоқ, ол Азияның азарты бөлек. Сол сияқты бәле ғой.